Сіздердің алдарыңызда Кеңкияқ мәдениет үйінің үлгілі Нұрсұлу бишілерінің той шашу кәдесі. Армысыздар, жаны жайсаң, жүрегі жомарт ардақты ағайын. Есен сіздерме өнер сүйер қазақ елі. Бүгін сахнамыздың төрдесекте болады. Ұлы Абай Құнанбаев көшесіндегі 175-ші үйдің ауласында Ұлы Абайдың тойын тойлағалы отырмыз. Яғни бұл 175-ші үйдің иесі Ерлан Есқалиев және Қарлыға Есқалиева. Сіздерге мыңда бір рахмет. Той жұғысты болсын сіздерге де. Ұлы данамыз Абай атамыздың мәңгілік рухы қолдап жүре берсін. Қай елдің болса да тәңірдей тамынып Құдайдай мінәжат ететін келелері болады ғой. Абайдың сөзі, халқымыздың, ұлтымыздың ұраны. Абай алталаштың иісі, қазақтың пайғамбары десек те артық емес. Бүгінгі сәулелі мезетке біз ұлы тұлғамыз Абай Құнанбаевтың 105 жылдығына арналған өнерпаз болсаң арқалан деген концертімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Кеңкияқ мәдениет үйі алдарыңызда үлгілі Ақбота қуыршақ театрының ұлы жазушымыз Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясындағы Абайдың жастық шағы, яғни Қоңыр қозым қойылымнан үзінді. Биыл менің Қоңыр қозым 13 мүшел жасқа толады. Иә, дұрыс айтасыз. Биыл Абайжан 13 мүшел жасқа толады. Келе Абайжан, Қоңыр қозым, келе ғой. Апа! Ой, Болдыр, күн өткен, бұрынғыда күн өткен. Балам, сенің арғы аталарын өз заманының беделдісі ел басқарған. Адам баласы ақиқатқа жақын болса, ондай адамның қалдырған ізі де жарқын болмақ. Халқына жақын жақсы адам, үнемі жарқырап тұратын асыл тас сияқты, шын асылдық қасиетін жоғалтпайды. Апа, бір қызықты ертек айтып беріңізші. Жарайды. Амансыңдар ма? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Микрофон беріңдер. Амансыңдар ма? Ауыл елдерің қалай, мал жандарың қалай? Аман,
Биыл қыс қатты болды, малдарға қиын болды. Өзіміз атпен жол тауып әрең келдік. Мына бала қай бала? Танымадым ғой. Ербол деген досым ғой ата. Тамақ дайын болғанша жыр әңгімелеріңді айта отырыңдар. Балам, қазақ сөйлеуді де, тыңдауды да сүйген ел. Тыңдауға өзің жалықпасаң, айтуға мен де жалықпаймын. Ал бала, әңгіме жырдың дүкені. Міне жаңа келді. Мына кісі барлас ақын. Ална ақынды сен танисың. Я апа, мен Байқұлша ақынды танимын. Қыздар бізге жырды көрген баястың. Сырын айтып берген. Болжар, әлі есінде. Дарья, микрофон берет. Олай болса, Қобыланды батыр жырын жырлап берсін. Кешегі өткен заманда қара қыпшақ Қобыланды мініп алып атына қызыл ерге келеді. Мініп алып торатқа дүрілдетіп жөнелді. Қызыл ерді сүйретті. Ішінде шеңгел тікенге өкпе бауын күйретті. Қабырғасын күйретті. Мінсінбеген дұшпанды ақыл тауып үйретті. Қобыланды ерлік көрсетті. Ата, оны айтқан кім? Осы жырды шығарған кім? Әуелден келе жатқан жыр ғой бұл балам. Халық аузынан тараған бұл балам. Міне, сізде жақсы сөздеріңізден баламның көңіл күйін көтеріп, ем әкелгендей болдыңыздар. Ал рұқсат болса, асымызды қайтарып жүрейік. Алда барар жеріміз көп. Келген сапарларына сыртта бір ырым байлаттым. Дырынышы, жарайды балам. Шырағым, ер жетерсің, ер жетсең сірә не етерсің, алысқа шындап кетерсің, шындасаң шыңға жетерсің. Рахмет! Рахмет! Сау болыңыз! Сау болыңыз! Сіздердің алдыңызда Кенже Ахмадиетінің үлгілі Ақбота қуыршақ театрының кішігірім кішкентай ғана әртістері, бірақ осы Абайдың қоңыр қозым қойылыммен биыл өткен республикалық байқауларда бас жүлдені жеңіп алған. Керемет. Отыра беріңіздер. Енді осы нені пайдаланып Абайдың тойын кішігірім. Біздің де бір қонақ кәдеміз бар еді, осы үйді беріп, Абай Құнанбаев көшесіндегі 175-ші үйдің иелерін шақырғым келеді. Қазақтың дәстүрімен шапан жауып, орамал жауып дегендей.
кішкентай немере келген екен дүниеге Асылай деген. Осы Асылайға үлкен сабақ, үлкен кәдімгі ұрпақтан ұрпаққа жететін ұлағатты Абай атаның тойынан сарқыт деген болады. Мынау сүйікті келінме деген Абайдың ұлы келіндері көп болған, соның бірі бірегей болсын деп сізге. Абайдың анасы Ұлжан мен әжесі Зеренің сондай ақылды парасаттылығын сізге бере берсін. Отағасын Ерлан Мырзам шақырыңыз келеді, Есқалиев. Осы үйдің отағасы. Анау емес Абай көшесіндегі және де бүгінгі торқалы тойымыздың бастамасын сізден бастап атырмыз, сіздің көшедің үйінен. Абай атамыздың ұлағаттылығын, кемелгерлігін өзіңізге ұрпағыңызға бере берсін. Сөйлесіп керемет не? Той бүгін басталып жатыр. Той 20 осы тамыз айының аяғына дейін тойлайтын боламыз. Рахмет. Келесі кезекте мәнерлеп оқу Абай өлеңдерінен. Кенже Ахмадиет үйінің Жыр Каусар поэзия клубының мүшелері, мәнерлеп оқуының жүлдегері, жақында ғана республикалық байқауда бас жүлдені алып келген Іңкәр Жембайды шақырғым келеді. Кенже Ахмадиет үйінің Жыр Каусар поэзиясының мүшесімін. Абай Құнанбаев өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Мені күнін айырылғанын өлді деп ат қойыпты өңге білмес. Көп адам дүниеге бой алдырған, аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма айтыңдаршы, өлмейтұғын артына сөз қалдырған. Кім жүрер, тіршілікте көңіл бөлмей, бақи қоймас, қабелің мінін көрмей. Мені қайда екенін біле алмассың, терең ойдың соңында тебіренбей. Дүниедегі дос ақыретке бірде болмас, екеуі тап бірде орны қалмас. Дүниеге ынтық, мақшарға амалсыздың, иманын түгел деуге аузым бармас. Кенже Ахмадиет үйінің Жыр Каусар клубының мүшесімін. Абай Құнанбаев өлсем орным қара жерсіз болмай ма? Өлсем орным қара жерсіз болмай ма? Өткір тіл бір алшақ қыз болмай ма? Махаббат, ғадауатпен майдандасқан, қайран менің жүрегім мұз болмай ма? Амалсыз тағдыр бір күн кез болмай ма? Біреуге жай, біреуге тез болмай ма? Асау жүрек аяғын шалыс басқан, жерін тауып артқыға сөз болмай ма? Сонда жауап бере алман мен бейшара, сіздерге еркін тиер байқап қара. Екі күймек бір жанның, әдетте жаны жара бір жанның, қаны қара. Жүрегімнің түбінде терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла. Соқтықпалы соқпақсыз жерде өстім, мұңмен жалғыз алыстым, кінә қойма. Керемет. Әніміз дайын болғанша Абайдың қара сөзінен Іңкәр Жембай.
Адам баласына ең алдымен жыртықсыз таза киініп, һәм ол киімін былғамай бос жатпай таза киінбек дұрыс іс. Ләкин өз дәулетінен артық киінбек, не көңіліне артық қойып тұрса да, ол кербездің ісі. Кербездің екі түрі қылығы болады екен. Бірі бет пішінін жүрісін қас қабағын таратып әуре болмақ, ал біреуі айран ішерінде жұртқа жағымды күйде болмақ. Сондықтан тегінде адам баласы ақыл ой-ойын озбақ. Сондықтан ешқашан мұңын. Тойымыз құтты болсын, жалғаса берсін. Ендеше Абайдың әні «Өзгеге көңілім тоярсың». Қабыл алыңыздар. Сен айтасың? Абайдікіне басшысы.